сәлеметсіздер ме? Здравствуйте. Бүгінгі сабақта біз сіздермен қазақ тіліндегі сұраулы қосымшалармен танысатын боламыз. Сегодня на уроке мы с вами познакомимся с вопросительными частицами в казахском языке. Сонымен, итак, қазақ тілінде 6 түрлі сұраулы қосымшалар бар. Олар маме, бабе, папе. Және олар орыс тіліндегі ли-лі сұраулы қосымшаларына сәйкес келеді. В казахском языке существует 6 видов вопросительных частиц. Это маме, бабе и папе. И они соответствуют русским частицам ли-лі. Сонымен, маме сұраулы қосымшасы дауысты дыбыстардан кейін және и, р, л, у дыбыстарынан кейін жалғанады. Итак, вопросительные частицы маме добавляются после гласных звуков и звуков и, р, л, у. Мысалы, например, терезе ме, окно ли, барады ма, пойдет ли. Бабе сұраулы қосымшасы з, ж, м, н, ң дыбыстардан кейін жалғанады. Вопросительные частицы бабе добавляются после з, ж, м, н, ң. Мысалы, например, нан ба, хлеб ли, терең бе, глубокий ли. Және де папе сұраулы қосымшалары қатаң дауыссыз дыбыстармен б, в, г, д дыбыстарынан кейін жалғанады. А также частички папе добавляются после согласных и звуков б, в, г, д. Мысалы, например, қант па, сахар ли, керек пе, нужно ли. Назар аударыңыздар, обратите внимание. Бұл қосымшалар тек қана сөйлемнің соңында жалғанады. Эти частицы прибавляются только в конце предложения. Мысалы, например, бұл кітап дүкені ме? Это книжный магазин? Кітап қызық па? Книга интересная ли? Осымен сабағымыз аяқталды. Көргендеріңізге рахмет. На этом наш урок завершен. Спасибо за просмотр.